Жүрсін Ерманның Ұлытауға бардым ба кітабымен 14 жасында танысқан. Ұлытаудың ұраны ұлар, бұлары жоқ Ұлытаудың мұнары бар. Ұлытастың алдында ұяттымыз, кім арылар ұяттан, кім ауырар. Ұлытауға бардың ба, ұлар қайда, ұлығайдың уылжық тұмар бойда. Ұрытсың секілді у сезімін, уын жайып уын деп тұрар бойда. Арқара ауып кеткен соң олар ұшып, қолға түспей қасқырда қылар ішік. Кілең темір құрсанған құрбыларын, киігімен даланың жүр алысып. Ұлытаудың, ұлдарай Ұлытаудың, құлағыңа жете ме өне таудың. Ұнжырғасы түспесін Ұлытаудың, олар ұшқан күндерді ұмытаудың. Ұлытауым, ұлығым ұлтым менің, ұранылер басыңа бұл түрмегін. Оларыңды ойлама, ұлыңды ойла, бауыр өтін бар дейсің бұл күндегім. Ұлытауым, ұлығым ұлтым менің. Деген өлеңді осы өлеңмен бастарып, 94-ші жылы, 90-ші жылы осы кітап қолыма түседі да, ауылда жүрміз. Содан қарап оқып шықтым, одан бұрын қарасам үйде тағы бір кітап бар, мен өзім ұстап тұрған кітап. Жанастау деген кітабы. Мына кітапты аламын, 11 жаста оқитын баламын ғой. Соны ашып қарап, ең әуелі мазмұнын оқисың. Мазмұнына қарасам, былай дейді, бірінші бөлім жүректегі жанартау, екінші бөлім жер жүрегі жомартау, үшінші бөлімі соқпа ойдың санарқау, төртінші бөлімі сенсіз көңіл самарқау. Төрт бөлімді бөліп саған кітабымдар. Кейін соны үшкені жаттап оқыдық қой. Бүгін қазақтың белгілі ақыны жерлесіміз Жүрсін Ерман ағамыздың туған күні. Соған орайда көрменің басында кездесіп қалдық екенбіз. Кітапты өзіңді оқыған шығарсың? Иә, Ұлытауға бардың ба деген кітап қайтадан тайып түсті. Студент кезімізде оқыдық. Бұның ішінде енді айта кетсем, мен бір керемет тебіреніс тудырған, мысал үшін бүкіл өлеңін оқыды ғой ішіндегі. Бірақ сол кезде 90-шы жылы шыққан кітаптың ішінде макулатура туралы жыры, ауылдан келген амандық хатта, жауыннан келген аноним хатта бәрі макулатура деп сол кездерде жазып тастаған. Бүгінгі қазақ өлеңіне керек дүниелер, былай қарасаңыз, қазір жоқ сондай өлеңдер. Мысалы үшін қазіргі жастардың арасында жоқ секілді байқалады да бізге. Үлкен тебіреніс тудыратын адамзаттық деңгейде айтылған ойлар ғажап қайран қалдырады. Одан кейін енді сіздерден кейінде енді бұл кісі енді жарнамасы айтыс жағынан көп шығып кетті да, айтыстың әкесі ғой, қазір телевизиялық айтыстың, үлкен сахнаға алып шыққан айтыстың әкесі. Бірақ енді бұл кісінің еңбегі айтыспен емес, осымен қалатын шығар, әдебиет үшін деп ойлаймыз енді айтыстың. Орны бөлек әрине. Бірақ енді кәдімгі ақын ретінде нағыз орны осы кітабымен алып алғашқы екі кітабын қолымызда тұрған. Оның орнында енді мынау тұңғыш кітабы, ол кісінің 33 жасында шыққанда қазір ақындар бақытты ғой. Оның жанында 20-дан аса кітабын шығарып жіберді, қатты немен, мұқабамен, жай ғана Жүрсін Ерман Жанартау деп жазып салған, қарапайым дизайн сол заманында. Бірақ 3000 данамен шыққанда таралымы керемет. Ішіндегі өлеңдер мықты ғой. 92 жылы ауылдан 11 сыныпты бітіріп жаңағы Жезқазғанға бардым. Жезқазған енді Ұлытау. Осы мысалы мына кітабын оқып алғам, жаңағы Ұлытауға бардым, мынаны оқып алғам. Барсам Жезқазғанда жаңағы біз тарих факультетіне түстік. Филология факультетімен бірге оқыдық та, факультет студенттері. Барсақ күллі студент қыз жігіт осы Жүрсін жатып оқиды. Оқитындар жаңағы жексенбілердің 12 кезі сәлтінде қарап мен екі өзі такси ішінде бір арба отыр. Бөлек жырлана бөлек күндез деген әңгіме айтып жүрді. Сосын жаңағы өлеңі бір менің үшін ана Хафиздің баяғыдағы ежелгі жыры еді ғой. Бір шаһарды сыйлайды. Сол заманда осы Жүрсін қатарлас ақындардың біразы сол тақырыпта өлең жазды. Біздің Ғази Шанай ағаларымыздың автобустағы ару қыз деген өлеңдері болды. Оған ертең Бақытбай Жантаев деген ақын кәсібінде Ұлытауда ғой деймін. Сол кісінің бір автобустағы абитуриент қыздар деген өлең шықты. Мына жақта Алматыда Есенғали жазып атты, Қарағандыда Секең жазып атты. Сондай бір жақсы тақырып болып, бір толқынмен осы кісі жаздым. Дүрлеген заман ғой 90-шы жылдарға. Жат оқыды сол заманның студенттері, жат оқитын Жүрсін. Күні бүгінге дейін тамадалардың болсын, тойда болсын, елдің аузынан түспейді ғой. Әйел туралы жыры, қай елде болсын, қай елден әлемнің әйелден сонда. Мен қарағанда шыннан өте жат оқылады да өлеңдер. Біріншіден, екіншіден жаңағыдай қазіргі нақты өмірді тікелей көз алдыңа әкеліп беретін өлеңдер көп те өте.
сол енді бірақ енді қалай қанша десек те осы бүгінге дейін жазған шығармасы осы екі кітаптан басталып тұр. Тұнығы да осында, мықты үлкен ойлары да осында баға беретін уақыт қой. Біз дегеніміз ақын ретінде, әріптес ағамыз ретінде айтып тұрмыз. Сондай ақыны қазақ. Сонымен қатар бұл кісінің публистикасы да бір керемет. Өлең сияқты оқылады ғой. Біздің ауылдың әр жағында жер жоқ, біздің ауылдың әр жағында жер болмауы мүмкін дейді. Ана Бақанасқа бардың ба, барғанда деген, сосын мода деген бір керемет публистикалық шығармалар бар. Кәдімгі қазақтың жалпақ тілімен ойнатып отырып жазады. Ананы оқыған сайын жетелеп отырады өзі. Кәдімгідей бір алып кетеді. Жаңа журналистикадан бір өзгеше сипатта жазады. Сондай екі тізгін бір жыл бар. Жаңа өзіңіз айтпақшы, алғашқы Жанартауының мазмұнында қойғанда бірінші тізгін қағар, екі тізгін бір жыл бар деп солай басталады өзі. Бәрін қазақтың ұлттық танымымен пайымдаған ғажап дүниелер сарлы. Оған да кейіннен енді 5 томдық болып шықты ғой деймін, иә. Бәрін айтып отыр. Кейіннен көп шығатын оқылған да біз. Жұмыс өндіріп шығарып жатыр ғой. Негізгі ұстыны бірақ осы кітапта. Солай. Бүгін 70-ге толып отқан Жүрсін ағамыздың бір 30 жасындағы өлеңін оқып берейін. Өрекпуді азайттық алқынғанды, болып алдық сабырлы салқынғанды. Мен ойлаушы ем өмірден өтен ау деп өліп өшіп үздіккен қалпым мәңгі. Бекер екен доғардық үздігуді, сырды ішке үйрендік біз бүгуді. Көңілімнің жап-жасыл жайлауында сары бояу сыңайлы күз білімді. Біткен емес шынымен бәрі осымен, табылама жүректің жарасымен. Жетеміз бе өмірдің мәресіне салқын суық күндердің арасымен. Мүмкін емес сәулелі сағым өпкен, қызыл жасыл келеді тағы көктем. Мен өйткені өмірмін, жұлдыз емес аңғарынан аспанның ағып өткен дейді. Жүрсін ағамыз жасай берсін, Жүрсінді оқиық. Мұндай керемет ерекше форматта осындай көрмелердің өткені дұрыс деп ойлаймын. Кітап көрмесі өйткені оқырман кітаптан қол үзіп бара жатқанда онсыз да әдебиет руханият кенжелеп жатқан заманда Жүрсіннің жырлары еңкейген, еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін оқитын қазақтың өзіне ғой. Жақсы, ерекше форматта осындай көрмелерге дән ризамыз.